Шайз, осы сенің үйің барға төрт бұрышта. Қараш, біздің үй мен өзің үйін салыстырып көр. Сенің үйің дейтін төрт бұрышта. Сен шетел қуасың ба? Бұл ойын Майнкрафттың өзі төрт бұрышты емес пе? Дұрыс қой, менің үйіме төрт бұрышты болу керек қой. Сен өзіңде төрт бұрыштың, бізде төрт бұрыштымыз. Саған не керек вообще дейтін менің үйімде? Неңе тиіп жатыр сенің вообще? Жоқ, қарашы, сен формасын қараш, біздің үйлердікін қара, сосын өзіңдікін қара. Көрдің бе? Біздікі дейтін әртүрлі, ал сенікі дейтін жай ғана төрт бұрышты. Сен дейтін вообще басқа формаға алып келе алмайсың ау үйіңді. Ой, не балам, мен дейтін мынаны қазір білесің ба? Мен мынаны дейтін дөңгелекке ауысып тастаймын, сен мен не рума деймін, натуре айтам. Мынаны дөңгелек қылып, әдемі қылып тастаймын ғой, мен білесің ба вообще сен дейтін? Ой, қумаш, так, анау мына деп айта бермес, түсінің ба, мен по-любому сенбеймін, өйткені сен қолыңа ондайлар келмейді ғой, білемін ғой мен сені. Давай, сол кезде сөйлесеміз, мен дөңгелек қылып тастаймын, и сосын сол кезде сөйлесеміз, давай ма? Давай. Аха, давай. Шынды ма, не рума deyip бір ғой. Ассалаумағалейкум достар, қаларың қалай? Сендермен бүгін мен Шайзи мен жаңа видеома қош келдіңдер сіздер. Бүгінгі видеода біз дейтін не істейтінімізді білесіңдер ме сіздер? Өздерің естіген шығарсыңдар, яғни сіздер менің үйімді қараңдаршы, менің үйім шынымен төрт бұрышты, ал шетелдердің үйлерін қараңдаршы достар. Мынаны қараңдар, әртүрлі формада жасалған, мынаны қараңдар, төрт бұрышты мынандай достар, көрдіңдер ме? Ал менікі жай ғана сопақ деймін ба, төрт бұрышты деймін ба, сондай ғана достар. Так, бүгін біз не істейтін боламыз сіздер? Өздерің видеоның басында темадан көргендей, яғни біз бүгін өзіміздің үйімізді дөңгелекке ауыстыратын боламыз. Ол үшін бізге қазір бірінші бізге мынандай модтар қажет болады бізге дейтін, былай сындырамыз, и мына жерде тоже сындыратын боламыз, и бізге мына жерге сет 0 жазатын боламыз, сет 0 все. Так, бұл жерге біз қазір өзіміздің дөңгелек бір өзіміздің бізге керекті дөңгелекті істеп алатын боламыз. Бұл жерге біз былай жазатын боламыз, қараңдар. Так, 4-те 5 деп жазатын боламыз. И все, мына жерден шығамыз. Мына жер үлкен болып кеткен сияқты менің ойымша. Хотя жоқ, өте әдемі салды. Все, так, бізге енді мынаны полный жауап тастайық. Былайынан жауап тастаймыз. И так, бізге не істеу керек? Так, бізге қазір мына жерлердің барлығын алып шығу керек. Қателеспесем, иә, сіздер. Так, достар, қараңдар, мен мынандай дәу, яғни осындай дөңгелек жасап қойдым сіздер. Қазір бұған біз достар өзіміздің үйімізді соғатын боламыз. Әрине, кәдімгі дөңгелек формаға, яғни өзіміздің үйімізді соғатын боламыз. Так, достар, біз мына жерлердің барлығын алып тастайтын боламыз. Қазір дейтін былайын алып тастаймыз, и қазір бізге булыжник керек, все. Так, мынаны алып тастаймыз, былай, и все, достар. Мынау, по идее, мына жерде былайынан қойып жібереміз, былай. И достар, менің ойымша сал болсын, былайынан қарағанда кезде нормальный сияқты, по идее, қателеспесем жарайды сірә. Так, мынаның ішіне кіріп, біз былайынан қылып шығатын боламыз, салып, былай салып шығатын боламыз. Полный дейтін, полный сірә. Так, бізге не істеу керек? Так, бізге мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейді. Так, 6 болса бізге нәқа, так, все, нормально. И біз дейтін бұл жерден достар, қазір мына полный жерлердің барлығын жауып шығатын боламыз, былайынан. Былай, полный жауап шығатын боламыз, мына жердің барлығын, все сірә. Так, енді бізге не істеу керек? Так, сірә. И біз қазір төбесіндегінде алып тастай салайық, сірә. И все, былайынан есеп шығатын боламыз, былайынан, и все сірә. Так, бізге тағы не керек? 1, 2, 3, 4, 5. Ойбай, 5 өкпесі соған ау дейтін, былайынан есеп шығатын боламыз, онда так. Былайынан есеп шығамыз, и былайынан осылай біз дейтін екі андайды қойып шығатын боламыз, қараңдар. Так, бізге енді былайынан енді вот көрінер ма, и осылайынан біз өзіміздің блоктарымызды қойып шығатын боламыз. И мына жерін бағалан жауап тастай салайық, былайынан, и все сірә. Так, бізге енді не жетіспей тұр да? Бізге не жетіспей тұр? Так, бізге керегі. Так, бізге. Мына жерден біз өзіміздің қазір андайымды жасайтын боламыз. Аты қандай құрсын. Мына жерде так, қазір өздерің көресіңдер, не істейтінімді, я. Так, былай. Ойбай, ұмытып қаппын, мен даже дейтін қалай болатын еді вообще дейтін. Так, и біз былай есеп шығатын боламыз, қазір дейтін былай есеп шығатын боламыз, и так, былай, и мына жерге қазір біз дейтін өзіміздің лавамызды құятын боламыз. Так, лава бар ма? Лава, и былай лаваны алып, біз жерге полный құйып жіберетін боламыз, и все сірә. Так, бізге мына жерлерді сындырып, біз өзімізге мынандай мен қойып шығатын боламыз. Әрине, сал болсын сән үшін дей ма, не дейді, сондай үшін достар. Так, и бізге мына жерде біздің есігіміз тұрады, былайынан қойып ұмытпайық. Кстати, мына жерде печка тұратын еді, печканы ұмытпаймыз сірә. Главный печка ұмытуға болмайды сірә. И былайынан қоя саламыз. Или дұрыс емес жасап жатырмын мен, чего сірә, жарайды сірә.
И қазір біз мына жерге өзіміздің есігімізді қоятын боламыз, или мына жерге қоямыз, давай мына жерге қоямыз. И так мына жерге біз дейтін полный мынандай жасап шығуымыз қажет. Мынаны алып алайық өзімізге. Так, өзімізге. И былайынан былай. И мына жерге бізге мынандай блоктар керек. Мынандай блоктың өздерің білесіңдер. И былай істеп шығатын боламыз. Так. И мына жерге 2 блок болса, тогда бізде мына жерде тұрады. Аха, былай осылайынан. И сосын мына жердің барлығын сындыратын боламыз. Ойбай, басқа қойып тастап отыр екенмін, кешірім сұраймын. И былайынан полный істеп шығатын боламыз, иә. Так. Қазір барлығын жасап бітіретін боламыз, иә, достар. И так, достар, мен қарадан мына жердің барлығын жасап бітірдім. Қараңдар, кәдімгідей сыр ұқсайды ғой, кәдімгі ойлаңдаршы, кәдімгідей ұқсап тұр да, негізі дейтін қараңдар. Вот, көрдіңдер ме, мына дейтін өте әдемі болып тұр. Қазір бұған біз дейтін одан да әдемі қылып шығатын боламыз. Қазір былайынан полный істеп шығатын боламыз, потому что біздің үйіміз екендігі білініп тұру үшін мынандайларды қойып шығатын боламыз. Әрине дейтін достар, или дұрыс қоймай жатырмыз, сыра жарайды сыра. Сендер мен дұрыс салмай жатсам, комментарий жазып кетіңдер, дұрыс емес, әлде дұрыс деп сыра. Так. И бізге былайынан салып шығамыз, и былайынан полный қазір мына жердің барлығын қошап тастайтын боламыз. Так, сосын былай да, все сыра. И мына жерге де қойып жібере салайын. Все сыра болды. Так, достар, қазір бізге мына жерге ступенька деймін ма, осын қоя саламыз. Мына жерге так, былай, ойбай, иә. Так, мынаны алатын боламыз, сосын мына жерге қойып, былайынан шығатын жер істеп қоятын боламыз. Мына дұрыс емес болып қалды, кешірім сұраймын. Былайынан, вот сыра. Мына жерден шығып, былайынан өзіміздің үйімізге кіретін жер істеп қойдық. Все, жарайды сыр. Мына жердің барлығын толтыру керек заттарға. Так, бізге бірінші дейтін керек зат, ол дейтін бірден факелімізді алып алатын боламыз, және оны бүкіл жерге қойып шығатын боламыз. Так, оны бүкіл жерге қойып шығамыз. И сосын біз мына жердің барлығын, ойбай, мына жердің барлығын былайынан істеп шығатын боламыз, яғни жауып десем де болады, иә. И так, достар, мен полный бітірдім. И так, бізде мына жерге бізде мыналарды былай есіктер қойып шығатын боламыз, яғни мынандай білесіңдер, өздерің әйнек тұратын еді біздің үйімізде. И сосын мына жерге де бір әйнек қоятын боламыз. Қазір мынандай әйнек емес, давай мынандай әйнекті қояйық бұл жерге. Так, мынандай әйнек қоямыз, сосын мына жерге үлкендеу бір осындай әйнекті қойып қоятын боламыз. Өйткені жарық түсіп тұру үшін өздерің білесіңдер, иә. Так, бізге енді мына жердің полный әдемілеу керек сыр. Қараңдаршы, ең қызығы осы жердің барлығын әдемілеп шығу сыр. Біздің скиніміз қызыл болғасын, мен бүкіл затты қызылға ауыстырғым келіп тұр. Яғни сыр, қазір өздерің көресіңдер, бізге декокрафтқа ауыстыратын боламыз. Бізден аяқта не бар? Қызыл заттардан, аяқта. Жоқ, қызыл ма? Иә, қызыл ғанау. И мынаны біз дейтін мына жерге қойып шығатын боламыз. Мына жерге қояйық, сыр. Осы жерге қоятын боламыз. Сосын бізге, как раз бізге шкаф керек та. И қандай шкаф керек бізге? Так, мына жердің барлығын қарайтын боламыз. Мынандайлар как раз бізге мынандайлар керек та. Так, мынарды қойып қоятын боламыз. Сыр көріңдер ма? И сосын бұл жерге аяқ киімдерді қоятын боламыз. Мынандай аяқ киімдер. Міне аяқ киім киетін. Сыр осындайды қоятын боламыз. Сосын мына жерге біз дейтін жартысына, яғни тамақ істейтін кухня жасауымыз қажет сыр. Так, біз тамақ ішетін заттарды жасап қойдық. И бізге сыр қазір бізге өзіміздің сандығымызды мына жерге қоятын боламыз. Өйткені сыр өте ыңғайлы жер сыр. Қандыра есіктен кіресің, и кірген кезде мына жерде ыңғайлы болып, яғни менің сандығыммен жататын жерім және киімдерім тұрады сыр. Бұл өте керемет емес пе да сыр. Так, бізге енді мына жерге кухнямызды жасауымыз қажет. Ол үшін бізге так мына жерден декографтан бізге незаттар алатын боламыз, иә. Так, менің ойымша, мен мынандай заттар жасағым келіп тұр. Қызылды алатын боламыз, ред дейді, аха. И сосын бізге тағы да не керек, так, сыра. Қазір дейтін боламыз, мына жерде кітаптар тұр ғой, айбы, қазір бәрін алатын боламыз, біреуін алып алсалайын, сонда да. Так, и бізге, так, мына жерде заттар жоқ сияқты, менің ойымша. Так, былайын сүретін боламыз. Қазір осы жерлерде болуы мүмкін, иә. Так, ойбай, не деген модтар мына жерде. Так, қай жерде болуы мүмкін ол дейтін столдар. Ұмытып тұрмын, жарайды сыра. Онда біз дейтін жай неден жасай беретін боламыз. Қазір дейтін жай стул дейма, мен даже жатасы батырмын сыра. Все. И мына жерге бірінші қоятын боламыз. Отыратын жерде қоятын боламыз. Все, былайынан, яғни төрт адам отыратын жер. Аха, былайын істейтін боламыз. Мынаны алып тастайық сыра. Сыра. По-любому біздің үйімізге көп адамдар қонаққа келе бермейді сыр. Сол үшін азғантай ғана орындықтар жетеді сыр. Так, и бізге кухня үшін кухня қайда? Кухня қайдасың? Кухня дейсің ғой. Так,
Кухня қақта. Ой. Кухня қақта, ұмытып қалдым мен. Міне тұр екен сірә. Так, нарды бәрін алып тастайтын боламыз да, олардың орнына қандыра вот осы нестерді қазір алып алатын боламыз қолымызға. Так, нарды алатын боламыз. И так, бізге тағда не керек? Холодильник керек бізге дейтін, ол міндетті түрде сұрап білем. Мынау керек бізге. Так, оларды қазір жайғастырып шығатын боламыз. Мынаны холодильник мына жерге қояйық. И мына жерде ашық жерге мынандайды қоятын боламыз. Былайынан и мынаны қоятын боламыз. И мынаны қоятын боламыз. Өйткені сірә мынау так қалай түсінішім болады сендерге? Менің ойымша сірә әдемі шығып келе жатыр деп ойлаймын, иә. Сендер өз ойларыңды жазып кетіңдер, сірә, иә. Так, біз и сосын не істеуіміз қажет қазір? Былайынан полный жердің, яғни мынандай қызыл мектеп шығады. Өйткені сірә менің ойымша өте әдемі тұрады деген ойдамын, сірә. Сендер өз ойларыңды жазып кетер комментарияға, жарайды сірә. Так, мына жерін бәрін бітіріп тастаймыз. Қазір вот полный бітіріп тастайтын боламыз. Так, ойбай. Так, ойба, не өп кетіп жатыр. Все, былайынан жасап полный бәрін бітіріп тастайтын боламыз. Так, вот, мына жерді бітірдім. Вот, сірә көріндер ма? И мына жерде енді қойылмай тұр. Не үшін қойылмай тұрғанын білмейміз сірә, бірақ не үшін екенін білмей әйтеуір қойылмай тұр. Жарайды сірә. Так, біздің үйіміз осы енді сірә. Бізге дейтін подвал керек деді сірә. Бізге подвал керек болса, оны мына жерден жасайтын боламыз қазір подвалымызды. Так, бізге мынаны алатын боламыз және қасынан андай андайды алып боламыз сірә. И мына жерде былай и сірә мына жерде істеп жататын боламыз. Так, бізге факел керек тағы да. Бұл жерге енді қазір сірә не салатымызды өздерің көресіңдер сірә. Бұл жерде енді сандықтар тұрады көбінше сірә. Өздерің білесіңдер, яғни подвалда сандықтар көп тұрады, анау салынып тұрады ішінде деген сияқты. Оның бәрін былайынан қойып шығайық, өйткені сірә ертеңгі күні не болып жатқанын білмейміз сірә. Бірден керек болып қалып жатса, біз ол жерден енді алатын боламыз де сірә. Так, все. Менің ойымша полный бәрін бітірдім деп ойлаймын. Все сірә, почти бәрі бітті ғой сірә. Қараңдар, мен дейтін дөңгелек үйде салып бітірдім сірә. Ойлаңдар, қазір ана шетелге айтуым керек, чотан бітірдім ал, не істейсің деген сияқты. Қараңдар, менің ойымша бұл өте әдемі сияқты көрінеді сірә. Қараңдар, сырттан да өте әдемі көрінеді сияқты. Қараңдар, ойба, ана дейтін дөңгелек болып кеткен ғой. Кәдімгі қараңдар, кәдімгі ұқсайды иә негізі дейтін. Все сірә, қазір әлі тұр ғой мынау дейтін. Сен әлі кетпедің бе не? Әлі кетпедім, сен кәдімгі дөңгелек формада үйіңді соғып тастадың ғой, Я да мен саған айтқан жоқпын ба, мен дейтін бәрін істей аламын, менің қолымнан келеді ол дейтін деп айттым ғой саған. Менің дегеніміз солай соғып берші. Кете бар, соғып бермей мықты жарсың сен дейтін. Маған өтініш соғып бере қойшы. Жоқ, кетей жында ма? Сірә, ойлаңдаршы, өнше отырады, соға алмайсың, мынау деп сірә. Так, сірә, егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, сендерге лайк басып кетіңдер. Және арнама тіркеуді ұмытпаңыздар. Ал болған бүгін мен Шейзи. Ал сау болыңыздар, лайк басып ұнатыркеуді ұмытпаңыздар.